Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі біздің жасайтын тағы да бір пирогымыз, ол апельсин пирогы деп аталады. Қазір сіздерге таныстырып өтейін. Алдымен бізге керегі 3 жұмыртқа, сосын 1 кесе қант, 1 кесе қаймағымыз, одан кейін барып закрома майын жартысын қосатын боламыз. Содан кейін қазір ұнды електен өткізіп, осы 155 грамм жарайды. Жұмыртқамызды жарамыз алдымен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мендегі жұмыртқа категориясы 1. Сосын мына жұмыртқаны жарып болдық, енді мына қантты қосамыз, иә? Қантты қосамыз. Одан кейін барып, жаймендеп, бірінші алдымен тоққа қоспай миксерлеп аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде холодильниктен шығып, 6 сағат жылы жерде тұрған дұрыс. Сонда жақсы көтеріледі. Ал енді бастаймыз, бисмилля деп. Миксерлеп болдық, 10 минуттай әбден миксерледік. Енді жаңағы алдымен бірінші жұмыртқамызбен қантымызды алып қосып миксерлеп алдық, е? Енді одан кейін барып біздер қаймақты қосатын боламыз. Негізі қолдың қаймағымен жасаған дұрыс болады. Одан кейін барып сары майымызды саламыз. Сары майымызды жаңа закрома майының жартысын ғана салдық. Енді осыны тағы да миксерлейміз. Салған майымыз еру керек. Осы миксерленген кезде, одан кейін қаймағымыз барлығы бір массаға келу керекті. Болдық. Енді қазір ұнымызды саламыз. Ұнның үстіне қазір мен разрыхлительді бірге қосып салып жүремін. Разрыхлитель осылай шай қасықтың көп қосудың қажет жоқ, өзім ұнатпаймын. Бірақ енді көтерілу үшін қосу керек. Міне достар, несін тестасын дайындап қойдық, жаңа апельсин. Енді бұны бір шетке қоямыз әзірге. Одан кейін бізге керегі апельсин. Бір апельсин керек болады. Осы апельсинді қазір біз теркіден өткізетін. Міне достар, апельсинді теркіден өткіздік. Өз қалауларыңыз бойынша ірі болама, майда болама, ол өздеріңіз білесіздер. Ең бастысы, осылай сыртындағысын барлығын теркіден өткізіп шығасыздар. Енді бұл апельсинді қазір біз екіге бөлеміз. Екіге бөлеміз. Осыны қазір екіге бөлдік қой. Енді бұны неге мына дайын тұрған тестаға осыған сығып соғынан құятын боламыз. Иісі шығып әдемі дәм беру үшін. Болды. Енді мына седрді қосамыз. Дайын. Қазір араластырамыз осы массаны. Достар, мені қараңыздар. Ішінде апельсині бар. Бәрін араластырып дайындап қойдық. Енді қазір осыны пешке салатын боламыз. Духовкаға жібереміз. Болды. Достар, пергаментный қағазымызды дайындады, кесіп алды. Енді осыны жақсылап, майлап, қазір апельсин пирогын салатын боламыз. Духовкаға жіберу үшін. Міне.
осылай майлап алсаңыздар да болады, ерітіп жақсаңыздар да болады, әркімнің өз қалауы. Маған осы жеңіл. Осылай майлап қоя салам. Бәрі жақсы болып пісуге келеді. Енді қараңыздар, мына осылай қағазымызды төсейміз. Осылай саламыз. Сосын тегістейміз. Біркелкі болғанша осылай тегістейміз. Беті біркелкі болса, тегіс әдемі болып пісетін болады. Бұл апельсин торты. Осылай салып дайындап қоямыз. 5 минутқа осылай ыдыста тұру керек, духовкаға жібермей тұрып, өйткені барлығы бір массаға келіп, жаңа бір қалыпты болу үшін, әдемі пісу үшін 5 минут қойып қоямыз. Қараңдар, міне чудо печке салып дайындап қойдым. 35 минутта пісіп дайын тұрады.